Сегизинчи мартка не ашык сабак өтүп атсыңдар ма? Мен 8-мартқа апайыма ақша бердім. Не ол қалды? 500. Sen ne vermek istedin? Апайым, я аяғымды қаттастырады. Бүйтіп созып баны, білем ғой. Бұрында мен барған тұғым соғылған сөйтіп. Мау 8 Mart geldi ya блин. Соғы. Біз далаға шығып келеміз. Балага. Бапты шығып келіңдер. Ya bak çizim mi? Пульт тап берші, Аюша. Пульт тап берші маған. Тезгеңдер. Burada bana cırım da benim. Ya. Жаңа ләпші Димаш аға біз мынандай тауып алдық даладан. Не ол? Білмеймін. Korktu diyorsun var ya. Соны айтамын. Börpüldеп бірген. Аюшаган. Айша ойнап жүр далада. Не ішінде нелері бар ма? Анау алтын ба? Баяғы нелер ғана. Құмыраның ішіне шығады. Құмның астынан тауылна, қаяқтан Иә, таптыңдар? құмның астынан. Құм ойнап отқанымыз құмның астынан. Есік ашып тұр. Аюша білмей ма? Білет. Джин бар. Джин құмыраның тауылғанда. Я, Бәрі типа достарына короче бағалы зат сияқты ғой андай. Қазір біздің заманда бұл есептелмейді. Сыртын қарасаңыздар сіздер. Андай. Баяғы заман екен. Баяғыда бағалы болған ғой. Іздеп қазір бірдеңе болды. Біреудің андай несі шығар бұл, андай не мұрасы ма еді? Иә, Біреудің мұрасы жаман шығар. нәрсе еще. Даже флешка бар екен ішінде прикинь. Көру керек қой. Иә, ананы қосып көру керек. Мыналар не? Мынандай нелер ма? Брошкалар бар. Бриллиант это да? Аңғарсыңдар. Сырға. Мынау күшті ғой. Это жемчуг, да? Бай, короче, мынаның бәрі натуральный ғой, не деп болса. Ема, вот мынау таза жемчуг. Мен алуға қорқамын да, өлі сөйтіп тағап тұр. Соғы біреу дуалап кеткен. Стап отпайық па? Мен ұмып кеткен шығар, қалтасынан түсіп кеткен шығар. Қалай түспеген бәр баяғы замандарда біреу көмген ғой, тыққан ғой, наверное. Бір сондай бір оқиғалар бар ғой, біреудің типа үйіне ұрлыққа түседі, жаңа қайға тығатынды білмей, құмға, топыраққа тығатты. Неге бәріне тығатты құмдарға, и потом ол адам өліп қалады, соңында и табатын адам жоқ. Возможно, бізге бұйырып тұрса, конечно, күштінен өткізген деп. Далада камераға түсіп қалмап бекен. Олар ертең біздің үйге келіп тұрмасын біреу. Далада полицияма ұрып кетіңіздер деп. Қолымыздан отпечаток алып, шлейіп ағалып. Қойсай, мен вообще қиялдан отыр, нағынан ақшасынан не алсақ болады, уже дегесің ба? Так, ертең ломбардқа аздан мен барам да қойсай. Я сразу трассап барамыз, өткізіп көреміз. Мен көрдім, ана далада жүрген ғой, сосын айған қас келем деп кет қалды да. Мені айған шақырып тұрды да. Айыр бір нәрсе таптым. Мен құм ойнап отық қой тұнда. Құм ойнап отқан сосын. Құмнан сондай тауып алды. Қазып тауып алдыңдар ма? Ойнап не істедік қой қазып. Бір жағынан қуанып тұрмын да, күштіні, бір жағынан қорқып тұрмын, типа біреу бірдеңе деп басымызға бәле болып жүреді ма деп қорқып жатырмын. Сендер бүйтсеңдерші далаға шығыңдар да, қазір сол жерге қайттан тығыңдар да, бір күн ұйықтап ертең азында көреміз, вдруг егер болмаса аламыз, а егер болса, нет, болса аламыз, а егер болмаса, значит бізге бұйырмады деген сөз. Мысалы қазір алсақ біз просто ертең үйге келіп іздеп келсе, ол кезде біздің үйден тауып алса жаман болады да, хайбай болады. Ол кезде кәдімгі бізге соттатуы мүмкін да. Мектептеріңе пасур боласыңдар сендер. Мақыл. Аның ішінде көп. Мынау идея бар. Мынау күміс ба сонда? Я баяғы замандарда, короче, осындай күміс, біздің қазір 925 деген күмістер не ғой, онша емес қой, алар уже сол заманның өздерінің қымбат нелері да. Естеймін, сен қандай идея бар, сөйтіп істесің ба? Или апқала саламыз ба сразу? Жаңа жерге көмекте. Үйде тұра берсін ба? Жаңа жерге көмекте Бит сипап көрші. ұйықтап тұрайды да. Жанып ба? Бір ғана тасы бар екен, жоқ тасы жоқ, тасы түсіп қалыпты. Жаңағы жерге қойып қойып та, ертең азанда көріп та. Ешкім көрмеді ма жан-жақтарыңда, достарың? Достарымыз анақты жүрді. Камера андай талға ілініп тұра ма? Біз тал жақта ойнап жүрдік қой. Талда тұрады. Кіре берсін, подъезде. Шкатулканы, короче, мына жерге қойып қойдық. Қазір тексеретін боламыз. Біз что-то күдіктеніп тұрық. Мынау ашынен емес, бір андай
ішіміз жиын ба шығып бір бәле бола ма деп не істеп тұрық, енді өзіміз ойланып тұрық солай. Қазір бірге көретін боламыз, кеттік қараңғы болып отыра тұрайық, үндемей, және отыра тұрайық, не істейді екен, әңгіме айтып. Қазір күтейік, ана жақта тұр ош. Рушым. Не сияқты ше? Жоқ, бірақ енді алтындары андай екен да, бір басқаша, бір көзіме басқаша көрінді. Ана қараңдар достар. Жанып жатыр, шкатулка жанып жатыр, көрдіңіздер ма достар? Ема бірдеңе шықпасын. Ема. Жиынға бірдеңе шығып кетпесін, мама Қорқып жатырмын мен. Не істейміз? Барып ашып көреміз, а? Сонда ғана ұзып тұр ғой. Ана жаным. Өшіп қалды ма? Получается, бұл алтын қазына ғой, я. Я. Точно. Ема, достар, қараңыздар. Ема. Мен астынан жанды. Су ұшып кеттім ғой. Астында не бар, ештеңе жоқ па? Ештеңе жоқ. Ішіндегілер жанған ғой. Я? Ішіндегілер. Мына бір белгі бар ғой, nerede просто біз түсінбей тұрмыз, я. Құрсын далаға апарып тастаймыз. Не, қай жерден алдыңдар апарып тастаңдаршы, мен қорқамын түнде ұйықтап жатқанда жанса. Апарып тастаңдар, Бар, мен апарып тастадық. Ұстадық, қазір қолымыз. Бағана алған жерден уақытып кетіңдер, алыңыз. Мен білмеймін. Ахман, абайлаңдар, терезеден қарап отырамыз. Я. Давайте, тез келіңдер. Мә жасар, осы біз қорқып кеттік. Менше қорқып кеттім, сен ше? Басында қуандым, но потом жанғаннан кейін ема жүрегім бөтіріп кетті. Соны айтамын, кәдімгі мұздай су үстінен қойғандай болды. Мен ойлаймын, ана джин сияқты бірдеңе шығады ма деп. Ана ішіне бір нәрсе жанып жатыр тағы. Қойш, бар, құмның астына істедіңдер ме, или лақтырып кеттіңдер ме? Ақ емес, көк жанды енді. Жақсы болды, негізі барып апарып тастағанымыз болсын. Білем, бірақ бізден басқа біреу тауып алса, оны жаратып байып кетсе, мен үшін машқа беретін. Сол. Ну ладно, енді бұйырсын кімге тапса, бірақ біз өйтіп оңай жолдан табылған нәрсеге көзімізді салмай-ақ қойдық ше. Лучше тыныш жүре бергеніміз бар. Тем более ол қорқынышты ғой. Қазіргі заманский алтын болса ладно, біреу түсіп қапты ғой деп айтасың да. А егер баяғы заман, көне заманның алтын нелері. Біреудің мұрасы болса вообще. Ал достар, сонымен осымен видеомыз аяқталды. Бұны мен не түсіндіргіміз келді. Оңай жолдан тапқан біреудің көшеде тауып алсаңыздар да, ол заттың егесін таппай, орнына лучше обратно апарып қойған дұрыс. Егер егесі бар болса, егесіне міндетті түрде қайтарып беріңіздер. Ал егер егесі жоқ болса, қай жерден тауып алыңыздар, сол жерге қойғандарыңыз өте дұрыс болады, достар. Егер видео ұнаса, видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, таратып кетіңіздер.